Сарапшылардың деректері бойынша, әлемде сүтті тұтыну оның өндірісінен де асып түседі екен. Сүт шаруашылығы бұл өте жақсы табыс әкелетін бизнес. Бүгін сіз бизнестің осы түрімен айналысу үшін нені біліп, нені ескеру қажет екенін білетін боласыз. Сүт фермасын ашу үшін қанша ақша қажет? Бірден айта да алмайсыз. Оны есептеу үшін келесі сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші, қанша сиыр сатып аласыз? Екінші, сіз азықты сатып ала аласыз ба? Немесе өзіңіз өсіресіз бе? Үшінші, фермада қанша адам жұмыс істейтін болады? Онда сіздің туыстарыңыз жұмыс істей ме? Төртінші, сізде жер учаскесі бар ма? Немесе оны жалға алу керек пе? Бесінші, сіз ескі сүт кешенін қайта жаңартасыз ба, әлде жаңадан қайта саласыз ба? Бизнес жер учаскесін іздеуден басталады. Тіпті шағын ферма үшін кем дегенде 10 соттық жер қажет. Мұндай аумақта сиырларды ұстауға арналған орын, малға арналған жазғы қора, жемді сақтауға арналған қойма және жабдықтар мен шаруашылық құрал саймандар орналастыруға арналған үй-жайы орналасатын болады. Ветеринариялық талаптарға сәйкес сиыр қораның жалпы ауданы келесі есептеулердегідей салынуы керек. Бос тұратын болса, бір басқа 8-12 шаршы метр. Байланатын болса, бір басқа 5-6 шаршы метр орын белгіленеді. Мысалы, егер сізде 10 сиыр болса, олар байланбаса, сарайдың жалпы ауданы 80-нен 120 шаршы метрге дейін болуы керек. Ал енді байланып ұсталатын болса, онда ауданы 50-ден 60 шаршы метрге дейін болады. Сиыр қораның биіктігі 4,5-6 метрден кем болмауы керек. Сүт шаруашылығында екінші маңызды фактор бұл жем-шөп базасы. Өндірілетін сүттің сапасы тікелей сиырдың қорегіне байланысты. Сол себепті де малдың азығына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Шағын тауарлы фермаларда сиырлар негізінен ірі және құнарландырылған жеммен қоректенеді. Алайда мұндай азықтандыру сиырдан барынша сүт алуды нашарлатады. Фермерлерге кеңес: сиыр үшін мына азықтың 3 түрінің болуы маңызды роль атқарады. Бұлар шүйгінді жем, сүрлем, пішендеме, қатқыл, сабан, пішен және құнарландырылған жем, дән, жүгері, соя, арпа, бидай. Бұл жем-шөптер бар болса, онда ірі фермаларда бір адамға 7-10 тонна сүт деңгейінде жақсы өнім алуға мүмкіндік болады. Өз жем-шөбін дайындау үшін шаруа қожалығында ауыл шаруашылық техникасының минималды жиынтығы болуы керек. Бұл трактор, соқа, тырма, тұқым сепкіш, шөп шапқыш, пішен жинағыш, жүк тасымалдайтын көлік және комбайн. Қазіргі уақытта Қазақстанда сүт бағытындағы келесі ірі қара мал тұқымдарын өсіру қолға алынды. Голштино-фриз, қара ала, Симменталь, қызыл далалық, әулие-ата, алатау. Әр тұқым өнімділігі, ауруға төзімділігі, климат пен жағдайға бейімделуімен ерекшеленеді. Айта кету керек, асыл тұқымды ірі қара мал қарапайым тұқымды малдан қымбаттырақ. Ресейде бір Симменталь сиырының бағасы шамамен 630 мың теңгені құрайды. Ал қазақстандық фермаларда оны 500 мыңға сатып алуға болады. Сондай-ақ Голштино-фриз тұқымының бір басының бағасы 650 мыңнан басталады. Сонымен қатар, асыл тұқымды малға теңдестірілген жем-шөп қажет. Оны макро және микро элементтермен қамтамасыз ету керек. Оларға тиісті деңгейде күтім қажет. Алматы және Жамбыл облыстарында Алатау және Әулие-ата тұқымды сиырлар тау жағдайларына жақсы бейімделген. Қазақстанның солтүстігіне Симменталь тұқымы қолайлы. Сондықтан шағын фермерлерге Симменталь сияқты тұқымды өсірген дұрыс. Сүт мөлшері майлылығына қарай жылына 4,5-нан 6 мың тоннаға дейін жетеді.
шаруашылықта аталған сиырларды толыққанды азықпен қамтамасыз ете алсаңыз, оларды ұстау және тамақтандыру қиынға соқпайды.